Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Астанада мұқтаж жандарға азық-түлік себеті таратылып жатыр. Азық-түлік себетінде күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар бар. Жаңа жыл қарсаңында қаладағы жылдағы дәстүр бойынша көмекке мұқтаж азаматтарға азық-түлік себеттері тапсырылып жатыр деп хабарлайды Айқын.кз. Елорда әкімінің ресми сайтына сілтеме жасап, биыл Астана қаласының әкімдігімен демеуші болған Петро Ритейл компаниясы халықтың әлеуметтік мұқтаж топтарына және басқада азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек ретінде азық-түлік жиынтығын қайырымдылық көмек көрсету аясында ынтымақтастықтың және өзара іс-қимыл туралы меморандумға қол қойған. Соның аясында бүгін 4-ші рет қалада әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға азық-түлік себеті таратылып жатыр. Акция аясында елордада 4000-ға жуық отбасы азық-түлік себеттерімен қамтылды. Бүгін 1000-ға жуық себет елорданың 5 ауданында әлеуметтік жағынан осал отбасыларға таратылып жатыр. Олар көп балалы отбасылары, жалғызбасты аналар, зейнеткерлер, мүгедектігі бар азаматтар, ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасылар. Азық-түлік себетінде күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар бар. Атап айтсақ, күнбағыс майы, қант, ұн, сүт және тағы басқа, деді Астана қаласы әкімінің кеңесшісі Қуаныш Молдабек. Қуаныш Қайратұлының айтуынша, бүгін жалпы саны 45 тоннадан асатын азық-түлік себеттері жеткізіледі. Осындай қайырымдылық іс-шарасына атсалысқаны үшін Петро Ритейл компаниясына алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ өзге де бизнес өкілдерін, меценаттары игі іске қатысуға шақырамыз. Қалалық әкімдік мұндай акцияларды жыл сайын ұйымдастырады деп сөзін түйіндеді Қуаныш Қайратұлы. Елордада 10 игі іс акциясы аясында бірқатар іс-шара өтіп жатыр. Қайырымдылық іс-шарасы барысында волонтерлер осындай бірнеше мекенжайға барып қар тазалады. Ұйымдастырушылардың айтуынша дәстүрлі акция әлі де жалғасын табады. Сонымен қатар осыған дейін ауа райы қолайсыз күндері волонтерлер елорда көшелерінде коммуналдық қызметкерлер мен қала тұрғындарын ыстық шай мен бауырсақ үлестірген болатын. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлер ету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарийға ой-пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.